Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін, керемет, дәмді болып шығатын мерекелік салаттардың бірі фунчоза салатын дайындаймыз. Салат өте дәмді және де тойымды болып келеді. Видеоны соңына дейін қарап, бағалап кетіңіздер. Ең алдымен біз осылай фунчозамызды дайын күйін қайнап тұрған ыстық суымызда 5-10 минутқа қалдырып алдым. Біздегі ыстық су үстін толықтай басып тұруы қажет, және де бетін жауып қалдырамын. Қалауымызға қарай сиыр етін немесе жылқы етін, кез келген еттің түрін қолдансаңыздар болады. Менде жылқы еттерін ұзынша етіп, барлығын біркелкі етіп турап аламыз. Бұл бізде салатымызда әдемі болып көрінеді және де жегенге де өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын ұзынша етіп турап аламыз. Турап алғаннан соң қызып тұрған майымызда табамызға қуырып пісіріп аламын. Сонымен қатар фунчоза салатына светофор тәтті бұрыштарымды да қолдандым. Қызыл, жасыл, сары түстерін қолдануға болады. Бізде салатымыздың реңін ашып әдемі көрінеді. Табамызға оливковый масло майын қолдандым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша күнбағыс майын да қолдануға болады. Кез келген майдың түрін қолдануға болады. Менде осылай етімді барлығын орташа отта қуырып, жақсылап пісіріп алдым. Пісіріп алғаннан соң соңына қарай етіміз піскеннен кейін барып соя тұздығын үстіне құятын боламын. Көз мөлшермен барлығын жасап алдым. Салатымыздың дәмін одан сайын ашатын біздегі осы жасыл, қызыл, сары тәтті бұрыштарымызды да соломка түрінде турап аламын. Келесі кезекте 2 дана қиярымызды да ұзынша етіп турап аламыз. Бұл бізде салатымызды әдемі етіп көрінеді. Қалауыңызға қарай помидорды да қоссаңыздар болады. Мен 1 дана помидорымды да ішіндегі суларын алып, помидордың сыртқы жағы қатты жерлерін соломка түрінде кесіп алдым. Екі дана сәбізімізді де үкіштен ұзынша етіп өткізіп алдым. Ұзынша етіп өткізіп алғаннан соң етімізден кейін осы сәбізімізді де қуырып алатын боламыз баяу отта. Етімді де жанында қуырып жатырмын. Етімді қуырып жақсылап осылай суы тартылғаннан соң барып, піскеннен соң бізде соя тұздығын қосатын боламыз. Мен көз мөлшерімен қостым. Осылай қосқаннан соң жақсылап араластырып аламыз. Етіміз піскеннен соң барып, артынша сәбіз және де тәтті болгар бұрыштарын, қызанақ, қиярларымыздың барлығын рет-ретмен салып араластырып отырамыз. Етіміз толықтай піскеннен соң артынша үкіштен өткізілген сәбіздерімізді де жақсылап араластырамыз. Бізде баяу отта осылай жақсылап араластыратын боламыз. Артынша тәтті болгар бұрыштарын, қызанақ, қиярды барлығын рет-ретмен салып араластырамыз. Сонымен қатар дәм беретін 2 дана чесногымызды да үкіштен өткізіп, жақсылап майдалап турап, осылай салатымызға қосатын боламыз. Сонымен қатар салатымыздың дәмін беретін петрушка ас көктерін қосуға болады. Менде майдалап жақсылап турап, осы салаттарыма қосатын боламын. Біздегі асты, газдың асты қатты болмау қажет, орташа немесе баяулатып, бір қалыпты етіп, осылай араластырып отырамыз. Салатымның барлық ас көктерін, көкөністерін барлығын осылай араластырып болдық. Енді біз келесі кезекте фунчозаны ыстық суынан алып, және де салқын суға салып, суынан ажыратып аламыз. Осылай дайын болған фунчозаларымызды қайшының көмегімен бөліп шығатын боламын. Алдын ала бөліп дайындап алдым. Сосын барып осылай ас көктерімізді, көкөністерімізді осылай салатымызға қосып араластырамын. Фунчоза салатына арналған дәмдеуіш заправкамыз чимчимді қосатын боламын. Осылай барлығын қосып, жақсылап салатымызды араластырамыз. Салатымыз дайын. Осылай 5-10 минутқа тоңазытқышта ұстап, салатымызды ұсынуға болады. Бұл салатты мерекелік дастархандарға, кез келген
Қонақ күткен кезде де жасалатын салаттардың бірі өте оңай. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Тез дайын болады және де бір қойғаннан таусылып, желініп кететін салаттардың бірі. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса және де ұнаған болса, лайк басып, астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бұл мен үшін маңызды және де достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Мен бұл салатты аптасына бір рет жасап тұрамын. Өте жиымтал салаттардың бірі және де қонақ келгенде мерекелік дастархандарға осы салатты міндетті түрде дайындаймын. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен үгітілмелі, жұп-жұмсақ болып шығатын және де 30 минутта дайын болатын самсаның рецептісін бөлісетін боламын. Егер де үйге қонақ келетін болса, тез жасайтын самсалардың бірі, сіздермен рецептісін бөлісемін. Сіздер астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 250 грамм ұн, шым-шым тұз және де салқын сары майымызды жақсылап майдалап, үгілмелі етіп, қамырымызды жасайтын боламыз. Қамырымыз бен сары майымыз жақсылап біркелкі болып араласу қажет. Араласып болғаннан кейін бір дана жұмыртқа және де 50 грамм қаймағымызды қосып, тағы да қамырымызды жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтындай етіп, қамырымызды дайындаймыз. Дайындап болғаннан соң біз қамырымызды 20-25 минутқа начинкасын дайындап болғанша холодильникте ұстайтын боламыз. Міне, осылай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтындай әп-әдемі тестамыз дайын болады. Бұл қамырмен біз етті бәлішті де жасасақ болады. Етті бәлішке де арналған қамырлардың бірі. Сондықтан да қорықпай жасай берулеріңізге болады. Қамырымызды тоңазытқышқа жіберетін боламыз, ал біз келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген начинканы қоссаңыздар болады. Менде бір дана картоп, 2 пияз және де фарш болды. Барлығын жақсылап майдалап тура болатын боламыз. Тура болғаннан соң тұз бұрыштарын қосып, дәмдеуіштерін қосып араластырамыз. Самсаның ішіне салынатын болғандықтан мен барлығын майдалап тура болуға тырыстым. Менде пияздарымды да жақсылап майдалап бөліктерге бөліп, жақсылап тура боламын. Міне қамырымыз тоңазытқыштан алып шықтым. Тоңазытқыштан алып шыққаннан соң кез келген өзіміздің формамызға барлығын біркелкі етіп, дөңгелек етіп, барлығын дайындап аламын. Сосын барып өзіміздің оқтаудың көмегімен домалақ етіп жайып шығамын. Бұл қамырмен самсаларымыз жұп-жұмсақ, үгілмелі болып, әдемі болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Осылай міндетті түрде бір рет жасап көріңіздер. Үйіңізде қонақ күтетін болып қалсаңыз, осы самсаларды жасасаңыздар, ешқандай ұялмай дастарханға ұсына бересіздер. Менде барлығы 13 дана самсам шықты. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осы рецептіні 2 есе көбейтіп жасай берулеріңізге болады.
Менде осылай біріншісінде осылай аз көлемде бір лист шықты. Осылай жасап барлығын оқтаудың көмегімен домалақ етіп жайып аламыз. Жайып алғаннан соң өзімізге ұнайтын кез келген формаға салып самсаларымызды түйіп алатын боламыз. Самсаларымызды түйіп бастаған кезде біз алдын ала пешімізді жарты сағат алдын қосып қоюымыз қажет. Сіздерге тағып та бір лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Осылай пиаланың көмегімен жайылған қамырымызды ортасына қойып, және де салмасын салған кезде осылай түйсеңіздер, сіздердің самсаларыңыз томпақ болып, әдемі болып көрінеді. Және де осы лайфхакпен піскен самсалар өте әдемі көрінеді. Сіздерге де кеңес беремін, осылай жасап көріңіздер. Дайын болған самсаларымызды бетіне жұмыртқа жағып, бетіне сосын күнжітті сеуіп, 180 градуста 30-35 минутта самсаларымызды пісіріп аламыз. Самсаларымыз өте әдемі, ауызда еритін, үгілмелі қамырдан әдемі болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тойымды, қонақтарымыз келгенде дастарханға ұсынылатын, тез дайын болатын самсалардың бірі. Міне біздің самсаларымыз дайын. Осылай қып-қызыл, үгітілмелі, жұп-жұмсақ болып самсаларымыз пісіп шықты. Пісіп шыққаннан соң дастарханымызға ұсынатын боламыз. Достар, егерде сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайктарыңызды аямаңыздар. Менің каналымнан көптеген рецепттерді көре аласыздар, сондықтан да менің каналыма тіркеле кетіңіз. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын! Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен 2025-тің хит салатының рецептісін бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, тіркеле кетіңіздер. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі деген өте керемет шығады. Бізге 2 дана піскен қызылша қажет болады. Піскен қызылшаларымызды бөлектерге бөліп, барлығын бір келкі етіп кесіп алатын боламыз. Сосын бізге кез келген творожный сыр қажет. Творожный сырды барлық қызылшамыздың бөлектеріне торттың корждарын жинаған секілді осылай жағып шығатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасайтын боламыз. Бұл жерде қызылшаның дәмі творожный сырмен өте керемет дәмі үйлесетін болады. Бұл салат 2025-тегі хит салаттардың бірі, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Қызылшаларымызды осылай 4 бөлікке бөліп, осындай көлемде творожный сырларымызды да жағып алатын боламыз. Солай 4 қызылшамызды бірге осылай біріктіретін боламыз, видеода көрсетілгендей етіп. Сонда бізде әдемі шығатын болады. Сіздерде осылай 4 қызылшамызды осылай бірінен кейін бірін қойып, осылай жасап алыңыздар. Сосын барлығын жағып болғаннан соң тоңазытқышқа қалған салатымызды дайындап болғанша жібере тұрамыз. Бұл жерде 2 порциялық салаттың рецептісін жасап жатырмын. Сіздер өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай жасайтын боласыздар. Менде осылай 4 бөлектен 12 қызылшамыз кетті. 12 қызылшамызды енді бөлектерге бөліп алатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар өте әдемі салаттың көркін ашып тұратын болады. Бізге келесі салат жапырағы және де руккола салатымыздың жапырақтары қажет болады. Осы салаттардың жапырақтарын жақсылап алдын ала жуып алатын боламыз. Жуып болғаннан соң салат жапырақтарын қолдың көмегімен майдалап алатын боламыз. Бұл жердегі салат жапырағы және де руккола шөптері біздің денсаулығымызға, адам ағзасына пайдасы өте зор. Сондықтан да сіздерде ас мәзірлеріңізде осындай аскөктер болуы қажет. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң оливковый масло және де 1 жарты лимонның суын осылай үстіне сығып алатын боламыз. Және де барлығын араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде барлығы жақсылап араласу қажет. Вилканың көмегімен немесе перчатканың көмегімен жақсылап араластырып аласыздар. Сосын барып бізде осындай 1 дана апельсин қажет болады.
бірден апельсиндеріміздің сыртын жақсылап ашылап дайындап алатын боламыз. Сосын барып өзіміздің салатымызға қоятындай етіп бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Бұл салаттың ерекшелігі де осы апельсиндерде болып тұр. Апельсин және қызылшаның дәмдері салатта екеуі бірге үйлесімді болып келеді. Сіздер де осылай салатты сәндеп осылай жасап көрсеңіздер, өте дәмді және де дастархандарыңыздың сәнін ашып тұратын салаттардың бірі. Біздің салаттың ерекшелігі де осы шөптерінде болып тұр. Осы салат жапырақтарын салатымыздың тарелканың ортасына осылай орналастыратын боламыз. Орналастырып болғаннан соң осылай дөңгелете етіп қызылшаларымызды қойып шығатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп орналастырып шығатын боламыз. Қызылшаларымызды осылай қойып болғаннан соң артынша апельсиндерімізді де арасына жүргізіп шығатын боламыз. Бұл салат бізде 2 порциялық салат, сондықтан да сразу 2 тарелкеге дайындасаңыздар болады. Дастарханға қойғаннан дастарханда қалмайтын салаттардың бірі. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және де тойымды салаттардың бірі. Витаминге бай салаттарды ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер де менің салатым сіздерге ұнаса, лайк басып, астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазіргі таңда дастарханымыздың сәнін ашатын 2025 жылдың хит салаттарының бірі, және де мейрамханалардан сатып алғанша өздеріңіз міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай және де дәмді салаттардың бірі, пайдалы, витаминге бай салаттардың бірі болып табылады. Міндетті түрде менің парақшама жазыла кетіңіздер. Менің парақшам пайдалы. Менің парақшамнан көптеген видео рецепттерді таба аласыздар. Қазақша каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын!
Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қазан кебаб және де Гүл ханымды бірге жасайтын боламыз. Күнделікті кешкі асқа не жасаймын деп ойланып жүрсеңіз, міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіз. Өте тойымды әрі дәмді тағамдардың бірі. Егер менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен жылқы етін осылай бөліктерге бөліп, алдын ала дайындап алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сиыр еті немесе жылқы етін қалауларыңыз бойынша қосуға болады. Менде жылқы етін осылай барлығын ұсақтап, дайындап, турап аламын. Еттерімді турап болғаннан соң, келесі менде картоптарымды, бізге 4-5 дана картоптарды видеода көрсетілгендей етіп, әдемі бөлектерге бөліп алдым. Бұл картоптарды осылай бөлектерге бөліп болғаннан соң, суға салып 5 минут судан алып, кептіріп, алдын ала бұл картоптарды бөлек майға қуырып алатын боламыз. Сол себепті осылай видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Етімізбен шыжғырып қуыру үшін бізге пияз қажет болады. Үлкендеу 1 дана пиязымызды майдалап турап алдым. Артынша менде 2 дана чесногымды да жақсылап майдалап бөлектерге турап алдым. Чеснокты міндетті түрде мен барлық тағамдарға қосуға тырысамын, өйткені ол өте дәмді етеді. Біз ең алдымен картоптарымызды кептіріп алғаннан соң, сұйық майымызға қуырып алатын боламыз. Майдың мөлшерін көбірек құямын. Құйып болғаннан соң, артынша картоптарымды да салып, қызартып, әп-әдемі етіп қуырып алдым. Көбінесе картоппен тағам жасайтын болсам, қазан кебаб, қуырдақ жасайтын болсам, мен міндетті түрде картоптарымды осылай жеке қуырып аламын. Өйткені тамаққа дәм береді және де картоптарымыз өте дәмді болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін, осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Картоптарымыз өте әдемі көрінеді, қызарып, әдемі болып шығады. Қызарып дайын болған картоптарымды енді алып, майынан сырғытып, алып бөлек ыдысқа алып аламын. Бұл тағам менде 2 адамға арналған порциялы тағамым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көп мөлшерде жасасаңыздар әдемі көрінеді және де дәмді болып шығады. Аптасына мен міндетті түрде осылай 1 рет жасап тұрамын. Жолдасыма қатты ұнайды. Достар, осындай қазақ контенттегі видеолар ұнаса, лайктарыңызды басып, қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Міне осылай картоптарымыз қызарып, әп-әдемі алтын түстес болып шығады. Картоптарымды пісіріп болғаннан соң, мен Гүл ханымға ары қарай дайындаймын. Гүл ханымның дайындау үшін мен алдын ала қамырымды дайындап қойдым, илеп. Сосын барып, начинкасын, салмасын дайындайтын боламын. Менде сәбіз, 1 дана пияз, ет, көк пияз, дәмдеуіштері және де укроптарымды барлығын салып, араластырып дайындап қоямын. Келесі кезекте мен етім мен пиязымды жақсылап қызарғанша қуырып аламын. Қуырып жатқанда арасында шым-шым тұзымды да қосып, бірге қуырып аламын. Етімді осылай орташа отта жаймен қуырып алатын боламын. Сонда еттерім жұп-жұмсақ, әдемі болып шығады. Етімді қуырып жатқан кезде қамырымды да жайып бастайтын боламын. Алдын ала осылай қамырларымды дайын бөлектерге бөліп, 2-ге бөліп аламын. Сосын барып, жаймендеп қамырымды жая беремін. Етіміз піскенге дейін біз қамырымызды жайып, Гүл ханымымызды дайындап қоюымыз қажет. Сол себепті қамырымызды жұқа етіп, жақсылап жайып алдым. Бұл тағам 2 адамға арналғандықтан мен аз мөлшерде жасадым. Осылай жасап, қамырымды дайындап алдым. Дайындап алғаннан соң Гүл ханымды орайтындай формаға алдын ала осылай пышақпен кесіп алдым. Кесіп алған формаларымның ішіне салмасын салып, гүл формасына етіп, әдемілеп түйіп орап шықтым. Салмасын салмай жатып, қамырымызды міндетті түрде майлап аламын. Майлап болғаннан соң ғана барып, салмасын салатын боламыз. Арасында етіміз жақсылап қуырылып болғаннан соң, кішкене су мөлшерін қосып, үстін бұқтырып, астын жай отта еттерімізді пісіріп аламын. Суын құйып болғаннан соң, бетін жауып, 5-10 минутқа қалдырып, жаймен отта қайнауы қажет. Осылай қайнап жатқан кезде мен Гүл ханымды дайындап қоямын. Бұл қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп орайтын боламыз. Гүл тәріздес етіп, осылай 2 бөлекке бөліп, сосын барып, артынша айналдырып отырамыз. Достар, егер де бұл тағам сіздерге ұнаса, астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Немесе өздеріңіз жасап жүрген рецептеріңіз болса, астына бөлісе кетіңіздер. Және де қазақ тілді контентті қолдап, лайктарыңызды аямаңыздар. Менің каналымды тіркелуді ұмытпаңыз.
Мен осылай гүл ханымның ішіне салмасын осылай толтырып салғанды жөн көрдім. Осылай маған ұнайды. Осылай ішіне толтырып салып, және де әдемі болып шығады. Піскенде де пісіп шығады. Міне етім де дайын болды, пісуге таяу. Сосын барып, осылай суы тартылғаннан кейін барып, картоптарымды бетіне салатын боламын. Картоптарымды салып болғаннан соң, дайындап қойған гүл ханымдарымызды да орналастырып шығамыз. Орналастырып болғаннан соң, суын үстіне аздап мөлшерде құйып шығамын. Бұл бізде енді гүл ханымымыз әдемі болып пісуі қажет. Болмаса, гүл ханымды мантываркада бөлек пісіріп алсаңыздар да болады. Бұл тағам маған тез арада қажет болды. Сол себепті осылай табада бетін жауып бірге пісіріп алатын боламын. Табада бізде 40-45 минут осылай гүл ханымдарымыз тұрады. Осылай өзінің буына әдемі болып піскеннен соң, осылай гүл ханымдарымды бөлек ыдысқа алып алдым. Алып алғаннан соң тағамымызды ұсынатын боламыз. Тағамдарымызды салмас бұрын жақсылап араластырып алып, сосын барып саламын. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Дайын болғаннан соң осылай бетін әрлейтін боламыз. Гүл ханымдарымызды қойып, дастарханымызға ұсынамыз. Менде өте әдемі және де дәмі деген керемет болып шықты. Сіздерге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйлеріңізде отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Аптасына осылай бір рет жолдасыма дайындап беремін. Және де отбасымызбен сүйіп жейтін тағамдарымыздың бірі. Достар, егер де сіздерге рецепт ұнаса және де пайдалы болса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын!
Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ананас салатын жасайтын боламыз. Бұл салат өте дәмді және де қонақ келгенде дастарханның көркін ашатын салаттардың бірі. Ал сіздер менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Бұл салаттың аты ананас болғандықтан құрамында ананас болады. Бізге консервідегі ананас және де бір дана қияр, жаңғақ және де суға піскен тауық еті қажет. Барлығын пышақтың көмегімен майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, барлығын жақсылап біркелкі етіп турап дайындап аламын. Ананас тропикалық жеміс болғандықтан бұл салаттың дәмі өте ерекше болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ауызда еритіндей, келесі жолы тағы жасап жегілеріңіз кеп тұрады. Сондықтан да 1000 рет көргеннен 1 рет жасап көргендеріңіз абзал. Ананасты күнделікті жиі пайдаланып және де тұрақты қолданып отырсаңыз, ананас көздің көру қабілетін жақсартады. Сонымен қатар ананаста қызыл егіңіз бен тісіңізді қатайтатын С дәрумені болады. Және де іш қату кезінде осы ананастың шырынын ішсеңіз, ас қорыту, зат алмасу процесін жақсартады. Сондықтан да ананасты тұрақты қолданыңыздар. Алдын ала тауық етін суға қайнатып алатын боламыз. Қайнатып алғаннан соң барлығын майдалап бөлектерге бөліп дайындап аламыз. Артынша жаңғағымызды да қосатын боламыз. Жаңғақтарымызды да майдалап жегенге ыңғайлы етіп турап аламыз. Турап болғаннан соң енді ретімен орналастыратын боламыз. Бірінші бізде ең алдымен тауықтың еті майдаланған барлығын біркелкі етіп өзіміздің кез келген ыдысымызға, тарелкамызға орналастырамыз. Сосын барып артынан майонезді жүргіземіз. Сіздерге кеңес беремін. Кондитерский пакет көмегімен ішіне салып жүргізсеңіздер өте ыңғайлы болады. Артынша бізде дайындап туралып қойған ананастарымызды да салып бір тегіс етіп орналастыратын боламыз. Бұл салат біздің дастарханымыздың сәнін ашатын және де қалып кетпейтін салаттардың бірі. Сондықтан да дастарханымызға ас мәзіріне осы салатты жасап көріңіздер. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп, рет-ретімен салып шығатын боламыз. Арасына майонез жүргізуді ұмытпаңыздар. Артынша бізде жаңғақтан соң жүгері дәндерімізді де бір тегіс етіп жақсылап барлығын рет-ретімен салып шығатын боламыз. Артынан тағы да майонезімізді жүргіземіз. Сосын барып үкіштен өткізілген сырымызды да сеуіп шығатын боламыз. Сырымызды да майдалап, әдемілеп үкіштен өткізіп алыңыздар, әдемі көрінеді салатымызда. Сонымен қатар ананастың құрамында барлық дәрумендер мен көптеген минералды заттар бар. Олар ананастың құрамындағы минералды заттар калий, темір, мыс, мырыш, марганец, магний, кальций және йод кездеседі. Ананас қан қысымын төмендетуге және де қан тамырларының жақсы жұмыс жасауына ықпал етеді. Сол себепті ағзадағы ас қорыту жүйесіндегі ақаулар пайда болса, 1 стакан ананас шырынын ішіп, аздаған мөлшерде жемістен жеген абзал. Ананас шырыны асқазан сөлінің белсенділігін арттырады. Егер де етті тағам жеген болсаңыз, онда ананас шырын ішіп, жемісін жеуді ұмытпаңыз. Ананас еттің оңай қорытылуына көмектеседі. Сонымен қатар ананастан жасалған салаттар, десерттер бұл асқазандағы зат алмасу процесін жақсартады. Сол себепті ас мәзірінде ананасты жиі қолданыңыздар. Біз соңында салатымыздың үстіне сырымызды да үкіштен өткізіп осылай әрлейтін боламыз. Бұл салатты одан сайын әдемі көрсету үшін осындай жаңғақтың көмегімен салатымыздың үстіне жан-жағына қойып шығатын боламыз. Сосын жаңғағымыздың бас жағына укропты қойып шығатын боламыз. Бұл ананасымызға ұқсайтындай етіп, дастарханда сәнін әдемі көрсететіндей етіп, ананас салатына ұқсайтындай етіп жасайтын боламыз. Достар, егер де сіздерге бұл салат ұнаса, лайк басып астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Олар да міндетті түрде осы салатты жасап көрсін. Бұл салат біздің дастарханымыздың көркін ашатын және де қалып кетпейтін салаттардың бірі. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сонымен қатар ананасты қазіргі көптеген зерттеуші дәрігерлер ананасты жиі және де тұрақты қолданатын болсаңыздар, рак ауруы, қатерлі ісік ауруынан сақтайды деген болжамда. Сондықтан да ананасты тұрақты түрде қорек етудің пайдасы ол онкологиялық жүрек ауруларын да алдын ала ескертуге керемет әдіс ретінде саналатынын дәлелдеген. Міне біздің салатымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.
өте дәмді және де тойымды салаттардың бірі. Сонымен қатар ананас жайлы қызықты деректермен бөлісе кетейін. Ананас жемісі 90% судан, 10% ақуыздан және де аскорбин, лимон қышқылынан, тағамдық талшықтардан тұрады. Жемістің жарты бөлігінде адам ағзасына жарты тәулікке қажет С дәрумені бар. Сонымен қатар Қытай елінде жаңа жыл мейрамында дастархан үстінде ананас жемісі міндетті түрде қойылған. Себебі ананас жемісінің дастарханда тұруы келер жылы сәтті болады деген сенімін білдірген екен. Сондықтан ананасты тұрақты түрде қолданып тұрыңыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте витаминге бай, дәмді болып шығатын брокколи және де түсті қырыққабат қосылған салатымызды дайындайтын боламыз. Менің парақшама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Қазіргі көктем мезгіліне арналған өте дәмді салаттардың бірі, сіздерде міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен қайнап тұрған суымызға брокколи және түсті қырыққабаттарымызды 5-7 минутта қайнатып алатын боламыз. Су қайнаған кезде бір ас қасықпен тұзын салып жібереміз. Сосын ыдысымызға 2 дана тазартылған сәбізімізді теркадан біркелкі етіп өткізіп аламын. Сәбізімізді осылай теркадан өткізіп болғаннан соң, келесі орам жапырағымызды да кез келген көлемде өзіміздің салатымызға ыңғайлап турап алатын боламыз. Менде осылай кусоктарға бөліп турап алдым. Сәбізбен осылай орам жапырақтарымызды турап болғаннан соң, 1 чай қасықпен тұзымызды салып, қолымызбен жақсылап, мыжғылап, осылай бөлме температурасында бетін жауып қалдыратын боламын. Келесі бізде осылай 2 дана қиярымызды да өзіміздің кез келген бөлектерге бөліп, салатымызға ыңғайластырып, кесіп, барлығын дұрыстап турап аламын. Менде осылай 2 дана қияр және де 2 дана қызанақты жақсылап турап алдым. Қызанақ пен қиярымызды жақсылап осылай бөліктерге бөліп турап болғаннан соң, келесі бізде осылай светофор тәтті бұрыштарымызды турап алатын боламыз. Осылай менде барлығы көп қажет емес. Осылай жарты ғана бөліктерін алып қолданатын боламыз. Светофор тәтті бұрыштарымызды өзіміздің қалауымыз бойынша осылай бөліктерге соломка түрінде турап алған әдемі көрінеді салатта. Мен осылай жақсылап барлығын турап дайындап алдым. Бұл бізде салатымыздың өңін ашып әдемі етіп тұрады және де витаминдерге бай. Келесі біздің салатымыздың дәмін кіргізетін көкшөптеріміз, петрушка мен укропты жақсылап жуып алдым. Жуып алғаннан соң майдалап бөлектерге бөліп салатыма қосатын боламын. Бұл аскөктер біздің салатымыздың дәмін кіргізетін болады. Брокколи мен түсті қырыққабаттарымызды осылай қайнатып алғаннан соң, салқын суға салып, кептіріп аламыз. Кептіріп алғаннан соң, осылай салатымызға жегенге ыңғайлы етіп, бөлектерге бөліп, кесіп дайындап аламын. Бұл салат осы брокколи және түсті қырыққабаттармен өте керемет үйлесім табады, дәмі де керемет болып шығады, витаминге бай, керемет салаттардың бірі болады. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Бір жасағаннан әдемі шығады.
Барлығын салып болғаннан соңында 2 немесе 3 дана чесногымызды да үккіштен майдалап өткізіп алатын боламыз. Біздің салатымыздың дәмін одан сайын керемет етіп шығады. Келесі 2 ас қасықпен оливковый масло қосамыз, және де мен осылай чин-чимнің дәмдеуіштерін қосып, жақсылап салатымды араластырып, тоңазытқышта 5-10 минутқа қалдырамын. Дайын болған салатымызды дастарханымызға ұсынатын боламыз. Кез келген той, жиын, мерекелік кештерге өте керемет салат, және де үйде жасап көргенге өте керемет пайдалы салаттардың бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Витаминге бай, нағыз дәруменді салаттардың бірі. Достар, егер де сіздерге рецепт пайдалы болса, лайк басып астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Менің парақшам пайдалы, көптеген тәтті және де тағамдардың рецепттерін таба аласыздар. Бұл салатты қазіргі көктем мезгіліне арналған нағыз витаминге бай салаттың бірі, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен тары мен талқаннан қазақтың ұлттық десерттерінің бірі жент және де майсөк жасайтын боламыз. Бұл тәттілерді ауызашар кезінде жасаған өте тиімді, адамның қарнын тоқ тұтады. Сонымен қатар тары мен талқан адамға күш-қуат береді, бауырдың және де бүйректің жұмысын жақсартады, қан қысымын реттейді және де ішек қарынның жұмысын жақсартады. Тарыны міндетті түрде жуып алып қолдану қажет. Ең алдымен асты қалыңдау ыдысымызға тарымызды жуып алып салып аламыз. Сосын барып сүтімізді құйып, біздің тарымыздың үстінен жоғары болуы қажет. Сосын бір қайнатып, 2 ас қасықпен қантымызды және де шым-шым тұзымызды салып аламыз. Қайнап шыққаннан соң барып, артынша сары майымызды салып, бұқтырып, бетін жауып алып қоятын боламыз. Өте оңай және де дәмі тіл үйіреді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Тойымды қазіргі ауызашарға өте керек десерттердің бірі. Тары ол адам ағзасына керекті дәрумендердің қайнар көзі болып табылады. Сондықтан да міндетті түрде жасап көретін боламыз. Бізде келесі осылай жент дайындайтын боламыз. Бізге талқан қажет және де 50 грамм қант ұнтағы қажет. Сосын барып 100 грамм ерітілген сары майымыз қажет. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз және де өзімізді кез келген формамызға салып ұсынатын боламыз. Бар жоғы 3 қана зат қажет болады. Сонымен қатар талқанның құрамында С дәрумені және де В тобының дәрумендері иммунитетті күшейтеді және де жүйке жүйесінің жақсаруына әсер етеді. Талқанның құрамында темір, кальций, магний, мырыш, фосфор кездеседі. Бұл микроэлементтер қанның аздығына, сүйек, шаш, тырнақ саулығына өте пайдалы. Тары мен талқаннан жасалған тағамдар адам ағзасына күш-қуат беріп, иммунитетті көтереді. Бір кесе сүтке тарыны бөктіріп, жеген адам күні бойы тоқ жүреді. Және де 30 күн ораза кезінде халықтың тары талқан жейтіні де сондықтан. Сол себепті сіздерде міндетті түрде қазіргі ораза кезінде ауызашарға міндетті түрде дайындап қойыңыздар. Бұл біздегі талқан қуырылған бидайдан жасалады және де арпадан, жүгеріден ұнтақтап дайындалатын тағам түрі. Күріш талқаны көмір су мен микроэлементтерге бай, сонымен қатар талқан ағзадағы зиянды заттардың шығуына ықпал етеді. Қазақ халқында ежелден ақ ұлттық тағамдар қатарында талқанның орны ерекше болған, сонымен қатар күш беретін құнарлы тағам ғана емес, емдік қасиеті мол азық болған. Әсіресе бұл балаларға, жүкті әйелдерге, қарт кісілерге пайдасы өте зор. Ғалымдардың айтуынша күніне 200 грамм талқан жеген адам қан аздығы ауруынан толығымен айығады екен. Ертеде ата-бабаларымыз талқанды сусамыр дертін емдеуде пайдаланған. Сонымен қатар талқан күш-қуат берумен қатар қартаю үдерісін де баяулатады. Бұл десерттің атын көптеген жерде майсөк деп атайды. Бұл майсөк өте дәмді және де тойымды болып келеді. Сонымен қатар тарыны шамадан көп те жеуге болмайды. Бұл қалқанша безі жұмысына әсер етіп, гормондарды түзу қызметін төмендетуі мүмкін. Сондай-ақ ағзасында йод тапшылығы бар жандарға тұтынбаған абзал. Міне осылай тарелкамызға осылай әрлеп, әдемілеп, жан-жағына жентімізді қойып шығатын боламыз.
өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дастарханымызға қоятын боламыз. Сонымен қатар тарының ең басты пайдасы ол глютенсіз болып келеді. Егер де атопиялық дерматит, ауыр аллергиясы бар балалардың диагнозы болса, ол кезде диета ұсынса осы тарыны қолдануға болады. Яғни кез келген емдік диетада ұсынылады. Тары дәрумендерге өте бай болып келеді. Құрамында кальций, магний, темір, мыс, калий, фосфор, фолий қышқылы және де С және Е витаминдері кездеседі. Достар, сіздерге пайдалы болса, лайк басып пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді, тойымды, витаминге бай брокколи қосылған салатты жасайтын боламыз. Егер де менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен брокколиларымызды осылай суға қайнатып алатын боламыз. 1-2 минут қайнатып, сосын барып осылай пышақтың көмегімен кесіп алдым. Сонда бізге кесуге өте ыңғайлы болады. Сіздерге де кеңес беремін. Солай бір қайнатып алғаннан соң осылай пышақтың көмегімен салатқа керекті жерлерін алатын боламын. Келесі бізге 4 дана жұмыртқа, укроп және де қызыл пиязымыз, 1-2 дана чесногымыз қажет болады. Барлығын алдын ала дайындап алып, өзіміздің кез келген бөліктерге бөліп турап аламыз. Менде осылай 4 бұрыш етіп, барлығын жегенге ыңғайлы етіп, майдалап турап алдым. Бұл салаттың барлығы бір-бірімен өте үйлесімді, өте дәмді болып шығады. Укроп пен осы брокколидің дәмі салатқа өзгеше дәм беріп тұрады. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіз. Жұмыртқаларымызды турап болғаннан соң, осылай алдын ала жуып, тазалап кептірілген укроптарымызды майдалап бөліктерге бөліп, салатымызға қосатын боламыз. Өте керемет дәмін беріп тұрады. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп, майдалап салаттың бөліктеріне бөліп, жегенге ыңғайлы етіп, майдалап барлығын турап алатын боламыз. Брокколиді де осылай видеода көрсетілгендей етіп, бөліктерге бөліп турап алдым. Сонымен қатар брокколидің пайдасы бұл қарапайым көкөністерге жатпайды, бұл нағыз дәруменді минералды қуат болып келеді. Брокколи біздің төзімділік жүйемізді жұмылдырады, қаназдықтың, індеттердің, бауыр ауруларының, ісіктердің алдын алады. Ол аз болғандай брокколиді қолдану қартаю үдерісінде бәсеңдетеді. Сол себепті біз күнделікті брокколиді тұтынып отыруымыз қажет. Келесі бізде салатымыздың одан сайын дәмін беретін қызыл пиязымыз. Қызыл пиязымыздың бір дананың жартысы да жетеді. Осы бір пиязымызды жақсылап майдалап бөліктерге бөліп аламыз, жегенге ыңғайлы етіп. Бұл салатпен бірге өте дәмі үйлеседі, әдемі болып шығады. Келесі бізде осылай 2 дана чесногымыз қажет болады. Чесноктарымызды да майдалап бөліктерге бөліп, салатымыздың дәмін одан сайын дәмді етіп тұрады. Сол себепті бұл салатқа міндетті түрде чеснокты қосуымыз қажет. Мен осылай барлығын бөліктерге турап дайындап алдым және де салатыма қостым. Бұл салатқа міндетті түрде греческий йогуртты қосу керек. Осылай греческий йогуртымызды қосып, салатымызды жақсылап, тұзын, шым-шым тұзын да салып алып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл салат өте витаминдерге бай, сол себепті міндетті түрде осылай жасап көрдім. Отбасындағыларға қатты ұнады бұл салат. Греческий йогуртымызды салғаннан кейін міндетті түрде осылай 1-2 қасық осындай зәйтүн майында қосып, жақсылап араластырамыз. Соңында мен осындай сырымды алдым. Қатты да емес, жұмсақтау болып келеді. Осындай сырларымызды 4 бұрыш етіп, кубиктау етіп, осылай кесіп алатын боламын. Барлығын осылай бөліктерге бөліп болғаннан соң салатымызға қосып, жақсылап біркелкі етіп, араластырып салатымызды ұсынамын.
Міне біздің витаминге бай салатымыз дайын. Осылай брокколи салатын жасап көріңіздер. Бұл брокколи 40 қабатты тұқымдастардың 1 жылдық өсімдігі, қою жасыл түсті гүл шоғыры болып табылады. Бұл көкөністің атауы брокко деген итальян сөзінен шыққан, бута деген мағынаны білдіреді. Брокколидің құрамында жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, марганец, көкір дәрумендері көптеп кездеседі. Брокколидің құрамындағы С дәруменінің мөлшері лимон құрамындағы мөлшермен бірдей болып келеді. Бұл көкөністен әртүрлі тамақтар әзірленеді. Оны қуыруға, суға қайнатуға немесе шикілей түрде жеуге болады. Шикілей түрде көбінесе салаттарға қосылады. Достар, менің каналым пайдалы. Менің каналымнан көптеген рецепттерді көре аласыздар. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Және де астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын! Сәлем достар, бүгін сіздермен керемет болып шығатын, өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығатын кабачоктан салат жасайтын боламыз. Біз бұл кабачоктарды майда емес, духовкада майсыз қуыратын боламыз. Кабачогымызды алып, біз жақсылап жуып алғаннан соң, астын және де үстін пышақпен кесіп алып, жақсылап жұқа етіп, видеода көрсетілгендей етіп кесіп алатын боламыз, барлығын дайындап. Бұл кабачокпен жасалған салат өте пайдалы болып келеді. Ары қарай біз 2 жұмыртқамызды жарып, жақсылап тұз қосып араластырып аламыз. Содан соң біз кәділерімізді осы жұмыртқаға аунатып, нандардың үгітіліп, алдын ала дайындап қойған болатынмын. Нанды сіз сухарик етіп, кез келген пакеттердің ішіне салып, оқтаумен жүргізіп, осылай өзіңіз қолдан жасап алсаңыздар болады. Сухариктерге аунатып аламыз. Тек бір жағын ғана аунатып, сосын барып, келесі бетін біз формамызға салып, пісіріп алатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Біз ешқандай майдың көмегінсіз пешімізде 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписация кнопкасын басып, тіркеле кетіңіздер. Келесі біз соусын дайындайтын боламыз. Бізге керегі майонез, чеснок және де укроп керек болады. Біз чесногымызды үкіште майдалап өткізіп, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Міне біздің кабачоктарымыз осылай жұп-жұмсақ болып тұрады пешке салғаннан соң. Сосын барып, осылай соусымызды бір сегіз етіп, кабачоктарымыздыға жағып шығатын боламыз. Біз соусымызға укропты қоссақ, біздің осы салатымыздың дәмін өте керемет қылып, дәмін ашатын болады, және де чесноктың дәмі де өте керемет үйлесетін болады. Біз артынша осыған помидор және де салат жапырақтарын жақсылап қойып, жақсылап рулет сияқты орайтын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, сырты өте әдемі болып, біздің кабачоктарымызға жабысып тұрады, осылай жұмыртқаға аунатқаннан соң. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Бір отырғаннан жеп қоятын закуска салаттардың бірі. Қазіргі көктем мезгілінде өте керемет салаттардың бірі деп ойлаймын. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Келесіде қандай тәтті түрін қаласаңыз, немесе салат түрін қаласаңыз, астына комментарийға қалдыра кетіңіздер. Келесіде сіздермен бірге жасайтын боламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын!